Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін осындай балықты асып тағам дайындайтын боламыз. Ең алдымен суымызды қайнатамыз. Негізі балық өте тез піседі. Дәмі әдемі болып шығу үшін суды қайнатып аламыз. Балықтарымыздың барлығын дайындап аламыз. Қайнаған суымызға балықтарымызды саламыз. Негізі өте әдемі болып шығады бұл тағам. Оңай, дәмі өте сұрпасы күшті болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көрсеңіздер болады. Мінекей, бір қасық біз тұз салдық. Көп салуға да болмайды, себебі сіздің балығыңыз тұздалады. Бір қайнағаннан кейін астын басып, көбігін алғаннан кейін көкөністерімізді саламыз. Сәбіз, пияз, тәтті бұрыш саламыз. Кез келген дәмдеуішті пайдалансаңыздар да болады. Бірақ мен дәл осылай жасаймын. Сіздерге кеңесім, сорпаның дәмі ерекше болып шығу үшін ешқандай қоспасаңыздар да болады. Негізі балық сорпасы өзі де дәмді болады. Ет тамаққа қамыр бастырғандай қылып, 2 жұмыртқамызға сәл тұз сеуіп, салқын су құйып, жұмсақ қылып қамыр бастыратын боламыз. Негізі көп жерде балықты асып тағам ретінде ұсынбайды. Сол себепті сіздерге кеңесім, балықты міндетті түрде асып жасап көріңіздер. Осылай тындырып қоямыз, содан соң қайтадан бір қайтарып бастырамыз. Мінекей бізде қайнады. Бір дана қызанағымызды салдық, және де картоптарымызды саламыз. Бір қайнағаннан кейін картоптарыңызды бірден сала беріңіздер. Себебі балық бізде тез піседі, картобыңыз піспей қалуы мүмкін. Сорпамыздан балықтарымызды, картоптарымыздың барлығын сүзіп аламыз. Сорпаны қайнатып, қамырыңызды ет тамаққа салғандай қылып, салып пісіріп алатын боламыз. Мінекей бізде дайын болды, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді балықтың дәмі ерекше болып шығады. Өте әдемі, өте дәмді. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің жаңадан шыққан видеоларымды жіберіп алмас үшін ас болсын. Сау болыңыз.